осы аптада бізде химия және биотехнология кафедрасының аптасы өтіп жатыр. Аптаға биотехнология білім беру бағдарламасының сабақта жасалған өнімдері ұсынылды. Кейбір өнімдер дипломдық жайс ретінде жасалған. Құрт көбінесе бізде сатылымда бір түсті болатын, сүттің түсіне сай. Қазіргі уақытта құрттың пайдалылығын арттыру үшін оларға табиғи бояу заттарды қосып түрлі түсті құрттар дайындап үйрендік. Сонымен қатар сүт қышқыл өнімдеріне байланысты йогурт дайындау бағыттарын зерттеп жатырмыз.